Диктатор Путинді әлемнің 123 мемлекеті қамауы мүмкін бе? Қазақстан билігі Путинді қамау туралы сауалға не деп жауап берді? Наурыздың 17-сінде халықаралық қылмыстық сот Ресей президенті Владимир Путин мен балалар құқығы жөніндегі уәкіл Мария Львова-Белованы тұтқындауға ордер берді. Кейін медиада Путин Рим статутын ратификациялаған 123 мемлекеттің біріне келсе, олардың тұтқындалатынын жазды. Путинді қамау мүмкін бе? Бірге тексерейік. Теориялық тұрғыдан қарасақ, Рим статутын ратификациялаған 123 мемлекет Путинді тұтқындауы керек. Соның ішінде Ресей мен дос елдерде ордерді орындау міндетті. Елестетіңіз, Путин олардың территориясына барса, олар оны сотқа тапсыру керек. Бірақ іс жүзінде қарайтын болсақ, Путинді қамау екіталай. Заң бойынша қылмыстық соттың мүмкіндіктері шектеулі, соттың құқық қорғау немесе күш құрылымы шектеулі, яғни ведомствосы жоқ. Сонымен қатар егемен мемлекет территориясында өз еркімен дәлел жинаумен айналыса алмайды. Бұл шектеу салдарынан сот жергілікті билікке жүгінуге мәжбүр болады, бірақ олар тергеуге немесе айыпталушыны тапсыруға кедергі келтіруі мүмкін. Халықаралық қылмыстық сот нақты адамдар жасап жатқан әскери басқыншылық, әскери қылмыс және адамзатқа қарсы жасалған қылмыстарды қарастыру үшін құрылған. Сот Рим статуты негізінде жұмыс істейді. Бұл халықаралық келісімшарт 2002 жылғы маусымда күшіне енген. 2023 жылғы наурыздағы жағдай бойынша оған 173 мемлекет қол қойып, 123 мемлекет ратификациялаған. ақш, Ресей, Түркия, Израиль, Қытай, Үндістан және Қазақстанды қосқанда 40 мемлекет Рим статутына қол қоймаған, қолын қайтарып алған. Мысал ретінде ақш пен Ресейді айтсақ болады. Ал Украинаға келетін болсақ, Рим статутын ратификацияламаған, бірақ 2004 жылдан бастап өз жерінде қылмыстық соттың құзыретін мойындайды және сондықтан сот Ресей әскерлері жасаған қылмыстарды тергей алады. Ал Қазақстан ше, Путин елімізге келсе қамалуы мүмкін бе? Сыртқы істер министрлігі Азаттық радиосы журналистерінің сауалына былай жауап берді. Қазақстан Гаагадағы халықаралық қылмыстық соттың құрылтай құжаты Рим статутына қатысушы болып табылмайды. Тиісінше бұл статуттың Қазақстанға қолданысы таралмайды және біздің мемлекетіміз ол бойынша ешқандай міндеттеме алмайды. Желіде тараған ақпаратқа әрдайым жан-жақты зерттеуге кеңес береміз. Каналға тіркеліп, видеоны бөлісіңіздер. Келесі кездескенше.